Құрметті өнер сүйер қауым, биылғы жылы біз Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңістің 75 жылдығын атап өткелі отырмыз. Сол 75 жыл атап өтіп келе жатқан, жеңіс туын желбіреткен 1945 жылдың 30 тамызы күні Рахымжан Қошқарбаев болатын. Рахымжан Қошқарбаевтың взводы өзінің жауынгері Григорий Булатовпен бірге қар шабырап жатқан оқ астынан еңбектеп өтіп, асқан ерлікпен Рейхстагқа кеңес жауынгерлерінің арасынан бірінші болып жетіп, осы жеңіс туын желбіретті. Әрине, осы ерлігі үшін Рахымжан Қошқарбаевтың взводы Ұлы Отан соғысындағы бірінші дәрежелі отан соғысы орденімен де марапатталды. Рахымжан Қошқарбаев 1924 жылы Ақмола облысының Тайтөбе ауылында дүниеге келді. Ол 4 жасында анасынан айырылды. Анасы қайтыс болғаннан кейін Рахымжан 13 жасқа келген кезде әкесі саяси жаламен ГУЛАГ лагеріне айдалып сотталып кете берді. 7 жылдық мектепті ғана бітірген Рахымжан Балқаш зауытына, училищеге оқуға жіберілді. 1941 жылы соғыс басталған кезде Рахымжан небары 16 жаста еді. Сол кезде ол басқа да ерлер сияқты өз отанын қорғау үшін соғысқа майдан шебіне сұранады. Оны Фрунзедегі жалпы командалық әскери жаяу әскерлер дайындау училищесіне жібереді. 1944 жылы кіші лейтенант Қошқарбаев оқуын үздік тамамдап, отан алдындағы борышын өтеуге кірісіп кетеді. Әрине, ол өзінің қырағылығымен, өзінің еңбекқорлығымен, батырлығымен халық қаһарманы атағын алады. Рейхстагқа жеңіс туын тіккен кезде Рахымжанға Кеңес одағының батыры атағын беру ұсынылған болатын. Бірақ оған қызыл жұлдыз ордені ғана тағылды. Рахымжан Қошқарбаев сол соғыста көрсеткен асқан ерліктері үшін Ленин орденімен, қызыл жұлдыз орденімен және тағы да басқа алтын жұлдыз ордендерімен марапатталды. Рахымжан Қошқарбаев бейбіт өмірге де көп еңбек етті. 1988 жылы Алматыда қайтыс болды. Бұл жұмыстың авторы Зайнеддин Юсупов. Ол ұйғыр суретшісі. Қазақстанның бейнелеу өнерінде басқа халықтардың суретшілеріне де, олардың шығармашылығына да кең орын берілген болатын. Ұйғыр суретшісі Юсупов 1923 жылы Шелек ауданында дүниеге келді. 32 жылдары халық басына қатер төнген кезде ол өз еліне қайтып оралады. Одан кейін 50 жылдары Қазақстанға қайтып оралған кезде оған Әбілхан Қастеев Ташкенттегі өнер училищесіне оқуға түсуге кеңес береді. Сөйтіп ол училищені бітіргеннен кейін бірден бейнелеу өнеріне бет бұрып, кескіндемелік, графикалық көптеген туындылар жазды. Соның ішінде көптеген біздің халқымыздың батырларының бейнесін сомдады. Юсуповтың жұмыстары тек қана Қазақстанда емес, сонымен қатар ТМД елдерінің музейлерінде де сақталған. Ол Қазақстанның Астана, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы, Павлодар, Өскемен және Қарағанды қалаларының музейлерінде сақтаулы.